Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, бүгін сіздерге Movavi Videosuite 18 бағдарламасында видеоны және аудионы қалай біріктіру керек екенін көрсетеміз. Жалпы бұған дейін біз осы бағдарламада запись видеосы экраны арқылы бейне сабақтарды жазу бойынша сабақтар өткен болатынбыз. Сол бейне сабақтарды жазу барысында аудиоларыңыз жазылмай қалса, немесе сол аудиомен мысалы проблемалар туса, мысалы аудио жаман нашар жазылып, енді дыбыстары жаман жазылса, онда мен сіздерге айтқан болатынмын, телефонның қарапайым диктофоны арқылы дыбыстарыңызды жазуға болады деп. Жалпы одан кейін ең аяғында оларды біріктіру керек екен деп. Сол сабақты бүгін сіздерге көрсетемін. Жалпы біз видеоны слайд бойынша біз осы запись видеосы экранға жазамыз. Ең бастысы диктофон екеуін бір уақытта қосу керек. Ал енді былай ойлайық, біз видеоны жаздық дыбыссыз, демек диктофонмен бір уақытта қостық сол запись видеосы экранын, жаңағы слайдымызды жаздық, ал енді екеуін біріктірейік дейік. Ең бірінші біз редактирование видео бөліміне көшеміз. Бөліміне көштік. Новый проект деп таңдаймыз. Және де жаңағы біздің дыбыссыз жазылған видеомыз таңдаймыз. Добавить файл. Міне дыбыссыз жазылған видеомыз без звука деген. Соны таңдап алдық. Енді осыған диктофонда жазылған аудионы қояйық. Қалай қоямыз оны? Ал енді телефон арқылы, ең бірінші диктофонда жаңағы записьті тауып аламыз. Тауып алғаннан кейін оны поделиться деп басамыз, немесе отправить деп тұрады. Көріп тұрғандарыңызда сіздер WhatsApp арқылы, Telegram арқылы, почта арқылы, тағы басқа көптеген мессенджерлер арқылы осы аудионы жібере аласыздар. Немесе USB арқылы да жіберуге болады. Біз мысалы письмо себе деп email арқылы таңдаймыз. Міне таңдадық, енді міне бізге жаңағы келді запись. Міне келді. Енді осыны скачать деп жазып аламыз. Міне мен алдын ала жазып қойдым. Міне сабақ деп аталып тұр, запись диктофонға жазылған. Және де міне видео без звука. Енді жаңағы біздің Movavi бағдарламасына біз осы аудионы қояйық видеоның астына. Добавить файл деп таңдаймыз. Рабочий стол. Жаңағы сабақ деген аудионы таңдап аламыз. Открыть деп таңдадық. Енді көріп өтейік. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, бүгін сіздермен бірге мен Мұханов Асхат Қуандықұлы. Міне менде бейне сабағым, енді осы бейне сабақта керек жоқ фрагменттерін алып тастаймын. Мысалы, маған осы жерге дейін ғана керек. Міне осы қызыл сызғышты қойып аламын. Және де қайшыны басқан кезде бізде видео екіге бөлінеді. Бір жаққа, және екінші жаққа. Біз екінші жақты delete кнопкасы арқылы жойып тастаймыз. Сол кезде бізде осындай маған керекті фрагменттер және қалды, және де мен аудиозаписін осы жерде қалды. Енді екеуін біріктіріп сақтайық. Файл, сохранить фильм, медиафайл, мысалы сабақ де 5 обзор, десктоп таңдаймыз, сақтайтын жерін, және де старт деп басам, сол кезде менің сабағым сақталады. Менің сабағым сақталды, енді открытим, окей, сол кезде менің сақталған біздің орын көрсетіледі. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, бүгін сіздермен бірге мен Мұханов Асхат Қуандықұлы. Мен жаңағы сіздермен бірге қарапайым дыбыссыз видеоны біз аудиомен байланыстырдық. Міне осылай ешқандай қиындықсыз Movavi бағдарламасында кез келген аудионы видеомен біріктіруге болады. Сабақ ұнады деген сенімдемін. Барлықтарыңызға рахмет.